Начальник шақырыңызшы, бері қарай. Суретке түсірмей қойдыш. Неге түсіреміз? Біздің сотрудниктің бар ғой, жаңа несі кетіп қалды, министерствоға. Беспределіс жеткен. Естіп атқанша, звондап атқанша. Қазір нені, кім еді жаңа баланың аты? Бекбол ма? Бекбол. Қазір шығады, машинадан алады, шығады. Жүре берді. Жоқ. Жүре бергенде болмайды ғой. Тұрады, секен қайсын. Болмайды, біз жас бала емеспіз. Сосын атын алғаш. Гаишник шақырсын. Мына жерде сіз енді мына Ұзынағаш облысы районына қарап отырсыз ғой. Бағана мен ДВД-ға да шықтым. Ана жігіттерге де айттым, жігіттер, мынау легализация болып жатыр. Тиіспеңдер, жібере салыңдар, шуылдатпаңдар. Бәрібір қазақтың балалары. Мынада 7 бала бар, менде 6 бала бар, мынада 10 бала бар. Шын братан, міне, өкімет орындырасыздар. Без бездейшілік бізді тоқтата берудің қажеті жоқ. Бізді тоқтатпаймыз деп лепе оқиын. Жаңа ана Ақбас Сұлтанбаев біз Астанаға кірген кезде жігіттер осы сөздеріңіз прямой ма деді. Братан, міне, бүгін біз группадан қараңыз, міне, Сұлтанбаевқа жібердім. Оқ деп жатыр да. Сіздерге келеді предупреждение. Біз жібердік. Сұлтанбаевқа дейін жібердік. Шақыр, ана жігіт шақырдыңыз, қайда? Сен ба қамалға? Сұлтанбаевтың өзі мынау не бола берсін. шетелдің машиналар Сіздер болмасаңыздар неге документ алу қиын еді мына жерде. Неге қамалған жоқ? Қамалған жоқ. Бірден сөйлесін. Жаңағы жігіт шақырсын. Бізге тоқтатты. Заңға бағынамыз. Тоқтатты. Міне водитель, мен қасында отырмын. Тоқтатты. Бізге келді, міне скотократство болып жатыр. Сол бойынша деді. Мен мына досыма айттым, машинаның артын аш, может қойырлап барады қаншамыз, көрсетейік деді. Бір кезде келді, так мына вин-код тексерем деді. Вин-код таба алмады өздері. Әңгімеңшін таба алмады. Мына кісі де бүйтіп көрсетіп жатыр. Бізден Немен тексерді? Немен тексереді? Айтыңызшы. Ой, зам. Болды да бір кезде. Енді болды да бір кезде. Соң шақырдыңыз ананы. Ана жаңа гаишник 002 бортовой. Екі причина болды ғой, міне, екі причина. Енді келіп айтады, что-то техпаспортыңыз что-то не сияқты, страховкаңыз бірдеңе, күмәнді, конструкторлардың бәрін біртінде отырып жабам деді. Ана кісінің айтқан. Мына кісі қалай заң солай деп жатыр ғой дейді. Жоқ дейді. Қазір трассаға шығам дейді. Конструктор менің жабам дейді. Шақырдыңызшы ананы. Жоқ, шақырдым. Жұмыстан кетсін, не осы жерде кейсін. әрең ол жаман. Мына біздің мемлекеттің мен тыныштығын қалаймыз. Амырау тыныштықты бұзып тұр. Біздің ең тұрған жоқ осы. Мынандай жуас жігіттер естіген. Ақшасы мен адам керісі жоқ. Сол рас еді. Дұрыс. Мен сіздерге тағы да айта кетейін. Бұл бойынша қызмет алғашқы түсірілген видеода конструкторлар жүруге болмайды деп айтылды ғой. Енді сіздер айтыңыздаршы, жүруге бола ма, болмай ма? Сол жерде конструкторлар басқа біз білмейміз. Айтты ғой, бәрі машина тіркеуге дейін сонда біз не істейміз сонда? Мен сізге айтайын, бірінші үйге дейін уақыт бар. Мемлекет басшысы айтты, біздің әкімшілік комитеттің бастығы да, біздің еңбекті бастығы, бәріміз айтылды ғой, ешкімнің машинасы қалмайды, бәрі қарастырылады, қойылады, істемдері қазір болмай жатыр, бәрі үйге дейін 4 ай, 5 ай бар, уақыттан бостан чулата бермесеңіздерші.